Осындай болмас үшін ер азаматтар, бірінші кезекте сіздерге кеңес. Әйелдің жағдайын ойлау керек, яғни әйелге қалай ұнайды, прелюдия, құшақтасу, сүйісу деген атты жасауларыңыз керек. Әйел қозып бітіретін кезде бірге бітіргендеріңіз. Ал әйел азаматтар күйеулеріңізге қалай соны дұрыс айту керек. Көбінесе әйелдер айтады: сен өзіңді ғана ойлайсың, сен эгоистсің, неге мені бітірткізбесің деп айтуы мүмкін. Немесе айтпай қоюы мүмкін, как будто бәрі нормально сияқты ұялып соны жасырып жүруі де мүмкін. Екеуі де дұрыс емес. Күйеуім төсек қатынасы кезінде тез бітіріп қояды. Эгоист, өзін ғана ойлайды, өзі бітіреді, теріс қарап ұйықтайды. Ал менің жағдайым оны қызықтырмайды. Не істеу керек? Сәлем алтындарым, мен Жанна Бақытқызы Төрімұратова. Бүгін сіздерге осы тема жайында өз ақыл кеңесімді бөліспекпін. Расымен де ер азаматтың қосуы мен әйелдің қозуы және бітіруі екі бөлек әңгіме. Еркектер тез қозады, кіргізіп шығарып, өзінікін бітіріп, все, мен кайф алдым деп теріс қарап ұйықтап қалуы мүмкін. Ал әйелдің жағдайын ойламайды. Ал әйелі соның арқасында күйеуіне негатив ұстайды, ұрсады, ашуланшақ болады. Күйеуіне ештеңе дей алмаса да, оның өшін балаларын ұрып соғу арқылы алады, жұмысында ұрысқақ болады. И ол жерден еркек те ол әйелдің негативін сезгендіктен өмірде тоже продвижениясы, яғни сондай керемет болмайды. Енді осындай болмас үшін ер азаматтар, бірінші кезекте сіздерге кеңес. Әйелдің жағдайын ойлау керек, яғни әйелге қалай ұнайды, прелюдия, құшақтасу, сүйісу деген атты жасауларыңыз керек. Әйел қозып бітіретін кезде бірге бітіргендеріңіз дұрыс. Негізі бірінші әйел бітіріп алып, сосын еркектің бітірген дұрыс. Ал әйел азаматтар күйеулеріңізге қалай соны дұрыс айту керек. Көбінесе әйелдер айтады: сен өзіңді ғана ойлайсың, сен эгоистсің, неге мені бітірткізбесің деп айтуы мүмкін. Немесе айтпай қоюы мүмкін, как будто бәрі нормально сияқты ұялып соны жасырып жүруі де мүмкін. Екеуі де дұрыс емес. Себебі оны сіз күйеуіңізге в лоб айтсаңыз, сен өзіңді ғана ойлайсың, сен эгоистсің десеңіз, ол одан сайын, мен сондаймын деген сияқты еркекте сондай бір қырсықтық мінез болады. Көбінесе солай жауап береді, и солай өмір жалғаса береді. Немесе үнемі жүре берсеңіз, ол да білмейді, что сізді ештеңе қанағаттандырып жатқан жоқ, и өміріңіз солай жалғаса береді. Ал ер адамдарға, кез келген адамға, әйелге де еркекке де комплимент айтқан ұнайды. Егер сіз күйеуіңізге дұрыс комплимент айтсаңыз, мысалы жыныстық қатынас кезінде қолы сіздің емшегіңізге тиіп кетті, сен мен емшегімді ұстағанда, прям күшті возбуждаться алып, прям күшті бір сезімде болдым. Сен мені сүйгенде, өзіңіз сүйіңізді, мен сенімен сүйіскен кезде, ерніне тиген кезде мен денемнен тоқ жүреді. Сен прям мачосың, сен прям мені күшті бітіртесің. Сен мен құшақтаған кезде, я уже вся мокрая деген сияқты күйеуіңізге комплимент айтсаңыз, ол сол нәрсені жасағысы келеді. Сізді сүйгісі келеді, сіз өзіңізге ұнайтын нәрселерді ақырын айта бастайсыз. Сол кезде ол соны жасағысы келеді. Яғни күйеуіңізге комплимент рапорт, то есть комплимент айтасыз, сол нәрсені адам жасағысы келеді. Сен қандай сұлусың, мына көйлегің жарасады десе, сол көйлекті кигіңіз келеді ғой. Дәл сол сияқты ер азаматта, кез келген ер азамат ол әйеліне жақсы жасағысы келеді. Егер ішінде бір қандай да бір өшпенділік сезім болмаса, өшін ала алмай жүрмесе, дені сау, здоровый отношениядағы ерлі зайыптылар, олар бір-біріне ұнағысы келеді, және әйеліне ұнайтын нәрселер жасағысы келеді. Дәл сол арқылы сіз ананы жасамайсың, былай істемейсің деп оған критика айтқаннан гөрі, оған комплимент айтсаңыз, күйеуіңіз қуанып қалады, және соны жасағысы келеді. Сол арқылы сіз өзіңізді қоздыртып, өзіңіз бірінші бітіріп алып, қалай сізге ұнайды, бәлкім клитормен ұйқалау арқылы деген сияқты. Содан кейін барып күйеуіңіз бітірсе, сіз де жүйкеңіз тозбай, тыныш, бақытты өмір сүресіз, күйеуіңіз де сізді бақытты қылу арқылы өзін нағыз еркек сезінеді. Барлықтарыңызға жұбайлық өмірде бақыт тілеймін. Сіздерден комментарий күтемін.